Birinchi Qazan Qartlar мерекесімен бәріңізді құттықтаймыз. Соған орай ардагерлер үйіне ақсақалдарды құттықтауға барамыз. Сіздердің өмірлеріңізде қандай қиыншылықтар болды? Bizim korkularımız var mı? Bizim korkularımızı sendiriге бермесін. Biz дейтін қиыншылықты көп көрдік. Олар үстіртте малдағы жаңбырдың астында мұздың үстінде қойып өтіп, онан берғанда қой айдап, жаяу айдап бөліп. Сендерге ондай қиыншылық бермесін. Қиыншылықты көп көрдік. Қызығырақ оқыдыңыздар. Қандай пәнді қызығы оқыдыңыздар? Бәрінің айтып отқандар, менікі физика ойын. Айтыңыз. Мынау какелерінің сендерге дайындап қойған. Математикаға жақсы болдым мен. Бос уақытыңызда немен айналыстыңыздар? Мысалы, мал шаруашылығы. Бос уақытыңызда немен айналыстыңыздар? Кезінде, бала кездеріңізде. Бос уақытта. Амалар. Бос уақытымыз болған күз уақыт. Бүгінгі, яғни ұрпақ ұнай ма? Неге ұнайды, неге ұнамайды? Соны айтып берсеңіздер. Бүгінгі жас ұрпақ ұнай ма? Несімен ұнайды, несімен ұнамайды дейді. Жас ұрпақ ұнайды ғой. Жақсы ұрпақ талаптың жақсы оқса, ата-ананы сыйласа, оларға құрмет көрсетсе, соларды ата-аналар соларды құрмет. Ал егер жаңағы ата-ананың сізін алмаған болса, ата-ананың сөзін тыңдамай, тәртіпсіздік жасап қойған болса, ол балаларды ата-аналар жек көреді. Оларға Елен ашқан оқу керек. жақсы оқу азамат болу керек. Ленинді оқымайды тұрғандар қазір. Жоқ, байжолы оқымайды, мен білем. Байқаймын. Әбден. Өмір жастарын ұзақ оқу озаты болыңдар. Өз үйлерінің мақтанышы болың әрқайсысы. Біз сіздерге ризамыз. Мына біздің мерекемізді атап өтіп, келіп жатқандарыңа Алла сыйласын. Жақсы оқып, жақсы. Sağ olun.